саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының өнімі жайлы болады. Пептид альфа деп аталады, ер адамдарға арналған. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен NL компаниясының өнімі болып табылады. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл өнім ер адамдардың қуық асты безінің аденомасында оны емдеуге және оның алдын алуға көмектеседі деп айтады. Одан кейін ер адамдарда простатитті емдеуге, жалпы ер адамның күш қуатын арттыратын бір өнім деп айтылады. Құрамына келетін болсақ, құрамында пептидтік кешен бар. Бірнеше амин қышқылдарынан тұратын пептидтердің кешені, екіншісі мынау жеміс жидектердің сығындысынан арналған кешен. Бұл осы екі кешенді қосып, осы өнімді шығарған. Сонымен пептидтер қалай көмектеседі, қалай емдеуге әсер ететінін мен өткен жол жалпы пептидтер жайлы айтқан бір көп шықсаңыздар болады. Қысқаша айтқанда, пептид бұл әсер етуі, бұл тікелей органға әсер етеді. Әр органның өзінің пептиді бар. Мысалы, ер адамға дейтін болсақ, бұл тек қана қуық асты безіне әсер етеді. Егер де жүрекке болатын болса, ол тек қана жүрекке әсер етеді. Сондықтан бұның бір жақсы қасиеті, мысалы, сіз пептидті ішіп жатқан кезде, сіз білесіз, ол жалпы организмге әсер етпейді, ол тек қана сізге керек органға әсер етеді. Пептидтің бір қасиеті. Екінші жағдай, бұл мысалы ауырып жатқан, зақымдалған болмаса өліп қалған клеткаларды барып емдемейді пептид. Ол просто жаңа мүше, орган өзіне бір жаңа клетка жасап алады. Осы пептидті ішкен кезде, мысалы зақымдалып тұрған клетканың орнына жаңа бір клетка жасап алады. Сондықтан пептидті жаңағы клетканы, организмді жасартады деп те айтады. Осындай ыңғайлылығы тікелей қай орган ауырып жатса, сол органға сіз ішесіз. Екіншісі, сол органдағы жаңа бір клетка жасап шығаруға пептид мүмкіндік береді. Осындай бір жақсы қасиеті бар. Одан кейінгі жағдай, екіншісі, бұл жаңағы жеміс жидектерден алынған сығынды. Біріншісі, бұл асқабақтың дәні. Дәннің сығындысы, бұл жерде цинк бар. Цинк деген минерал заттар өте көп. Бұл организмге қалай әсер етеді? Жалпы цинк бұл біріншіден иммунитетке жауап береді, екінші ер адамдардың күш қуатын арттыруға, мына сперманың санын көбейтуге арналатын, соған көмектесетін бір минералды зат, цинк деген. Сол бар. Екінші жағдай, бұл кәдімгі помидордың сығындысы. Бұл жерде құрамында ликопина деген зат бар. Ликопина деген бұл жаңағы біздің жеп жатқан помидорымызға қызыл түс беретін пигмент. Ол жаңағы ер адамдардың күш қуатын арттыруға, простатитті емдеуге көмектеседі. Үшінші жағдай, серенао деген, бұл пальма тәрізді бір өсімдіктің жемісінің сығындысы. Бұл жерде бұл ежелгі заманнан афродизиак ретінде қолданған. Бұл ішкен кезде жаңағы либидо дейді, ер адамның күш қуаты, әйел адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы артатын сондай бір зат. Екіншісі, жалпы бұл адамға тонус береді, әйел адамға күш қуат береді. Үшіншісі жағдай, бұл простатитті емдеуге халық медицинасында бұл қолданылған зат. Сондықтан бұл үшеуінің әрқайсысы жеке-жеке алғанда әрқайсысы ер адамға күш қуат береді. Сондықтан бұлардың бәрін бірге қосып бір кешен жасаған. Түсіндіріп айталымда, бұл сондай өнім. Сонымен біріншісінде пептид бар бірінші кешенде, екіншісі сығындылар бар. Барлығын қосқан кезде ер адамның күш қуатын арттырады. Одан кейін айтқан қуық асты безінің, одан кейін безінің қабынуында, одан кейін аденома деген ауру бар, доброкачественная опухоль. Соны емдеуге, одан кейін жалпы простатит емдеуге көмектеседі. Простатит өте көп кездеседі. Соны айта кетейік, 20 жас пен 40 жастың арасында бұл 50% ер адамдар ауырады деп айтады. Бұның не үшін ауырады? Түсінікті да, ол жігіттер қазір мысалы үйленбей тұрып, ертерек қыздарға барады, ауру жұқтырады, дұрыс емделмейді, одан кейін арақ ішеді, темекі шегеді, мұздай жерде отырады. Жалпы денсаулықтың нашар болуы бұл жаңағы ер адамның простатит болуына әсер етеді. Бұл простатит неге алып келеді? Бұл эрекцияның дұрыс болмауы, сперманың денеден тез шығып кетуі, ең қауіптісі бұл бедеулікке алып келеді. Ол бедеулік деген өте жақсы емес. Ол статистика бойынша 30-40% ер адамдарды ауырады деп айтады, бірақ әртүрлі статистика бар. Мен өзімнің практикамда бұл 70%-ке дейін барған жағдай. Келген 10 адамның 10 жанұялық жанұямен әйелімен келген адамдардың ішінде 70% негізі еркектер кінәлі болған. Спермасының саны аз болады, сапасы нашар болады деген сияқты.
сондай жағдай. Аденом простатамен бұл өкінішке орай бізде 50-ге келген адамдардың 70% ауырады деп есептелінеді статистика бойынша. Сондықтан осы жағдайда біз осы өнімді қолданамыз. Бұл өте актуальный проблема ер адамдар үшін да, вот жаңағы бедеулік болу болмаса жаңағы 50-ден асқаннан кейін аденоманың болу. Бір таблеткадан күніне 2 рет ішіледі. Қандай қарсы көрсеткіштері бар? Тек қана мына аллергиялық реакция болатын болса, сол кезде ғана ішуге болмайды. Так ешқандай былай соншалықты қарсы көрсеткіш жазылмаған инструкциясында, по крайней мере. Осындай жағдай, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер де сұрақ болатын болса, сұраңыздар. Келесі жолы Құдай қаласа, бұл әйелдерге арналған пептид жайлы қойғым келеді. Бірақ мен түсінбегенім, ол өнім қазір бар ма жоқ па, мен таба алмадым. Өйткені каталог бойынша ол шықпай жатыр. Сондықтан егер де бар болатын болса, ол Шымкент қаласында егер де сатылып жатқан болатын болса, жазыңыздар. Мен сол жайлы информация қоя аламын сіздерге. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.